Депутаттар өз сайлаушыларының алдында жылына бір рет есеп беруге міндеттелген. Осы орайда номері 29 орта мектепте қалалық мәслихат депутаттары қала тұрғындарымен кездесіп, атқарылған жұмыстар жайын хабардар етті. Депутаттар білім беру нысандарын дамытуға өзге де көптеген әлеуметтік мәселелерге айрықша көңіл бөліп отырды. Барлық мектеп оқушыларын оқулықтар мен оқыту кешендерімен қамтамасыз ету мақсатында 4-ші, 9-ші, 10-ші сынып оқушыларына арналған 425.300 теңгеге оқулықтар сатып алынды. Орта білім беру мектептері оқушылары мен мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиеленушілерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында орнатылған бейне бақылауды жедел басқару орталығын қосуға 7.181.000 теңге бөлінді. Жиында депутаттар шешімін тапқан шаруаларды тізді. Жасалған жұмыс аз емес. Алайда тұрғындардың базынасы да көп. Баспана мәселесі, тұрақты жұмыс, жалақы мен денсаулық жағдайына байланысты көрсетілетін көмектер жайында сөз қозғалды. Кездесуде тұрғындар тарапынан ең көп жолданған сауалдар осы проблемаларға байланысты болды. 3 года уже назад приехал со Астаны, учился в Астане. Приехал, по акиматам бегал, Нурутану ходил, помощь просил насчет работы. У меня вот брат сидит, мать болеет, у меня еще близнец есть. Жиынға қатысқан қалалық әкімдіктің өкілдері бұл мәселелердің жуық арада шешілетінін айтты. Ал депутаттар бұл істердің сапалы орындалуын қатаң бақылауда ұстап, алдағы уақытта бірлесе жұмыс атқарамыз деп уәде етті. Дәметкен Саматқызы, Абайжан Спаев, Ақтау Ньюс. В областном центре стартовали отчетные встречи депутатов городского маслихата с жителями микрорайонов, от которых они избирались. Подобная встреча прошла и в 32-м А микрорайоне. Для удобства населения мероприятие провели в актовом зале средней школы номер 29. Народная избранница доложила о работе по дорожным вопросам прокладки и ремонту инженерных сетей, обсуждены и вопросы получения жилья гражданами. Депутаттар білім беру нысандарын дамытуға өзге де көптеген әлеуметтік мәселелерге айрықша көңіл бөліп отыр. Особое внимание депутаты уделили развитию сферы образования, здравоохранения и многим другим социальным вопросам. В целях обеспечения всех школьников учебниками приобретены учебники для учащихся 4-х, 9-х, 10-х классов на сумму 425 300 тенге. В целях обеспечения безопасности учащихся средних школ и воспитанников дошкольных организаций на подключение установленного видеонаблюдения к Центру оперативного контроля выделено 7 181 000 тенге. Но, несмотря на внушительный список проделанных работ, говорить о полном или же хотя бы решении насущных проблем наполовину пока, увы, не приходится. У жителей есть свой длинный список нерешенных вопросов, львиная доля которых касается зарплат, трудоустройства. Нарекания вызывает и сфера здравоохранения. 3 года уже назад приехал со Астаны, учился в Астане. Приехал, по акиматам бегал, Нурутану ходил, помощь просил насчет работы. У меня вот брат сидит, мать болеет, у меня еще близнец есть. Все озвученные вопросы и предложения занесены в протокол представителями акимата и будут направлены вышестоящему руководству ответственным отделом для принятия решения. Руслан Агаев, Абайжан Спаев, Каблан Тажибаев, Ақтау Ньюс.